Баршаңызға сәлем, құрметті білім алушылар және менің оқырмандарым. Бүгінгі видеода сіздерге ағылшын тіліндегі көпше түрдегі зат есімдер туралы айтатын боламын. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде YouTube арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сонда сіз алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмайтын боласыз. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Мұнда көріп отырғандарыңыздай, көпше түрдегі зат есімдер дегеніміз ағылшын тілінде plural nouns деп аталады. Ал қазір келесі ережеге назар аударайық. Countable nouns have plural forms and can be quantified with a number, such as 1 chair or 3 chairs. Яғни, біз ағылшын тілінде саналатын зат есімдерге ғана көптік жалғауын жалғай аламыз. Себебі біз олардың нақты ауқымын, санын білеміз. Мысалы, орындық, орындықтар. Келесі ережеге назар аударатын болсақ, plural nouns are indicated by the addition of the letters s or es at the end of the word. Яғни қазақ тілімен салыстыратын болсақ, ағылшын тіліндегі s және es жалғаулары қазақ тіліндегі лар, лер, дар, дер және тар, тер деген жалғауларды білдіреді. Ең алдымен көпше түрдегі зат есімдерді дұрыс оқып үйренейік. Сондықтан қазір айтылатын ережелерді мұқият тыңдап, есте сақтайық. Мұнда дауыссыз дыбыстардың 3 түрі берілген. Бірінші бағандағы дауыссыз дыбыстар voiced деп аталады, екінші бағандағы берілген дауыссыз дыбыстар unvoiced, үшінші бағандағы дыбыстар sibilant деп аталады. Орыс тілімен салыстыратын болсақ, бірінші бағандағы дауыссыз дыбыстар звонкие дауыссыз дыбыстарына ұқсайды, екінші бағандағы дауыссыз дыбыстар глухие дауыссыз дыбыстарына ұқсайды. Ал ендеше келесі берілетін оқылуына байланысты берілетін ережелерді мұқият тыңдап шығайық. Бірінші ереже бойынша, if the original final sound before the s is voiced, then the pronunciation of the plural s is z. Яғни, егер көптік s жалғауына дейінгі, яғни жекеше түрдегі зат есім voiced дыбыстарының біріне аяқталса, олай болса, көптік s жалғауы z болып дыбысталады немесе оқылады. Мысалы, words, deals, fence. Келесі екінші ереже бойынша, if the original final sound before the s is unvoiced, then the pronunciation of the plural s is s. Яғни, жаңа айтып өткенімдегідей, яғни жекеше түрдегі зат есім unvoiced дыбыстарының біріне аяқталса, олай болса, көптік s жалғауы s болып дыбысталады немесе оқылады. Мысалы, books, hats, maps. Келесі үшінші ережеге назар аударайық. If the final sound before the s is sibilant, then the ending is, which also adds another syllable to the word. Яғни, егер жекеше түрдегі зат есім sibilant дыбыстарының біріне аяқталса, олай болса, көптік s жалғауы is болып дыбысталады және оқылады. Сондай-ақ сөзге жаңа буын қосады. Мысалы, race, races, bus, buses, class, classes. Келесі ескеретін нәрсе, егерде сөз и әріпіне аяқталып, алайда оның алдында s, c, z немесе g әріптері тұратын болса, мұндай зат есімдердің соңы is болып оқылады. Келесі мысалдарға назар аударайық. Horse, horses, place, places, price, prizes. Ағылшын тіліндегі көптік жалғау зат есімнің жекеше түріне байланысты әр түрлі жолмен жалғанады. Біз дұрыс оқып үйрендік, ал келесі кезекте дұрыс жазу. Келесі ережеге назар аударайық. Егерде жекеше түрдегі зат есім y әріпіне аяқталып, алайда бұл әріптен бұрын дауыссыз әріп келетін болса, көптік жалғауын жалғаған кезде y әріпі I әріпіне айналады. Яғни es болып жалғанады. Олай болса, келесі мысалдарға назар аударайық. City,
cities. Factory, factories. Келесі ереже бойынша, егер сөз Y әріпіне аяқталып, алайда бұл әріптің алдында дауысты әріп келетін болса, біз көптік жалғауын жалғау үшін жай ғана S жалғауын жалғаймыз. Түсінікті болу үшін келесі мысалдарға назар аударайық. They, days. Boy, boys. Key, keys. Келесі ереже бойынша, егер жекеше түрдегі зат есім S, double S, X, SH, CH немесе Ö әріптеріне аяқталатын болса, көптік жалғауын жалғау үшін біз ES жалғауын жалғаймыз. Түсінікті болу үшін төмендегі мысалдарға назар аударайық. Box, boxes. Dish, dishes. Class, classes. Tomato, tomatoes. Алайда, жекеше түрдегі зат есім Ö әріпіне аяқталып, алайда бұл әріптің алдында дауысты әріп келетін болса, немесе сөз Ö болып аяқталатын болса, көпше формада біз жай ғана S жалғауын жалғаймыз. Төмендегі мысалдарға назар аударайық. Zoos, radios, studios, tattoos. Сондай-ақ ағылшын тілінде бұл ережеге бағынбайтын сөздер бар. Мына берілген сөздер ережеге бағынбайды, сондықтан да біз бұл сөздерді есте сақтауымыз керек. Келесі ереже, егерде жекеше түрдегі зат есім F немесе FI әріптеріне аяқталатын болса, көптік жалғауын жалғау кезінде F әріпі V әріпіне айналады. Мысалға назар аударайық. Leaf, leaves. Knife, knives. Сондай-ақ, мына берілген сөздер бұл ережеге бағынбайды. Сондықтан да біз бұл сөздерді есте сақтауымыз керек. Міне достар, осымен видео сабақ аяқталды. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Егер қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмайтын боласыз. Сондай-ақ, менің Instagram парақшама тіркеле кетіңіз. Описание бөліміне сілтемесін қалдырамын.